Педагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы 83 бұйрығымен өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрінің 2025 жылғы 25 ақпандағы 37 бұйрығына сәйкес педагог зерттеуші білікті санатында өтетін растайтын педагогтар авторлық бағдарламасын үш ауданға тарату қажет. Осы бойынша Алматы қаласы, Жетісу ауданы 140 мектеп гимназияның 5 математика, 1 қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, 1 география пәнінің мұғалімі және 1 орыс тілі әдебиет пәнінің мұғалімі өз авторлық бағдарламаларын таныстыруды бастайды. Құрметті әріптестер, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен авторлық бағдарламамның тақырыбы математикалық ұлттық есептерді шешу әдістері. Мақсаты оқушыларға ұлттық математикалық олимпиадалар мен конкурстардың есептерін шешу дағдыларын қалыптастыру, есептерді шешуде шығармашылық және логикалық ойлауды дамыту, оқушыларды күрделі есептерді тиімді шешу әдістері мен тәсілдеріне үйрету, ұлттық және халықаралық математикалық сайыстарға қатысу, қажетті білім мен дағдыларын жетілдіру, математикалық әдіс тәсілдерді қолдану арқылы оқушыларда аналитикалық қабілеттерін арттыру. Енді бұл авторлық бағдарламаның міндеті ұлттық математикалық олимпиадалар мен конкурстардың түрлері, ерекшеліктері туралы түсінік беру, қиын есептерді шешу үшін қолданылатын әдіс тәсілдер мен стратегиялар таныстыру, оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін қызықты және күрделі есептерді шешуге ынталандыру. Яғни өзектілігі математикадан ұлттық есептерді шешудің өзектілігі көптеген аспектілермен байланысты. Ұлттық есептерді шешу бірнеше маңызды себептер бойынша өзекті. Логикалық және сыни ойлауды дамыту, білім деңгейінің өсуі, интеллектуалды дамуды қолдау, математика ғылымына қызығушылықты арттыру деген сияқты. Енді қорыта айтқанда, ұлттық есептерді шешу жастардың ойлау қабілеттерін дамытуға, күрделі мәселелерді шешуде тәжірибе жинақтауға және математикалық білімдерін тереңдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оларды шешу арқылы оқушылардың болашақтағы ғылым, техника және басқа салаларда табысты болуына үлкен ықпал етеді. Енді келесі тақырыбы менің оқу әдістемелік құрал. Бұның тақырыбы мектеп математика курсындағы теңдеулер мен теңсіздіктерді оқыту. Мақсатым мектеп курсында теңдеу мен теңсіздіктерді оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін талдау, оларды оқу үдерісінде қолдану жолдарын анықтау және білім алушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға ықпал ету. Міндеті теңдеу мен теңсіздіктердің түрлерін және олардың ерекшеліктерін анықтау, әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру жолдарын көрсету, оқытудың тиімді стратегияларын қолдана отырып, оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру. Өзектілігі қазіргі замандағы білім беру жүйесі оқушылардың функционалдық сауаттылығын, логикалық ойлау қабілетін және шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуға бағытталған. Осы орайда теңдеу мен теңсіздіктерді оқытудағы әдіс тәсілдерді жетілу математика пәнін сапалы әрі қызықты түрде меңгертудің негізі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.